GTA бұл ойын бізге ашық әлем, атысу және чит кодтар жазуға мүмкіндік береді. Бүгінгі видеода дәл осы ойын жайлы болады. Егер видео ұнаса достар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайық. Ал мен бастаймын. Сендер білмесеңдер, GTA ойынның 12 бөлім бар. 12. Олар бізде 1997 жылы шыққан GTA 1, сосын 1999 жылы шыққан GTA London және GTA 2. Осы бөлімдердің барлығы төбеден ойналады. Сосын 3 түрінде шыққан 2001 жылы шыққан GTA 3 шықты, 2002 жылы GTA Vice City, 2004 жылы GTA Advance, сонымен бірге GTA San Andreas, 2005 жылы GTA Liberty City Stories, бір жылдан кейін GTA Vice City Stories, 2008 жылы GTA 4, 2009 жылы GTA Chinatown Wars шықты. Ең мықтысы GTA 5. Бұл GTA 2013 жылы шықты. Графикасына келетін болсақ, өте мықты. Осылардың арасында мен тек GTA 3-ті, GTA Vice City және GTA San Andreas'ті ойнадым. Неге басқаларын ойнамадым десеңдер, себебі олар маған чөта қатты қызық емес көрінді. Ойнаған бөлімдерге келетін болсақ, мен оларды көбінесе миссия орындау үшін емес, жай атысып, коптармен қырылысып және машина айдау үшін ойнайтынмын. Тек мен емес, бәріміз сөйтетінбіз достар. Мен бар білгенімше осы бөлімдердің сюжетін айтып беретін боламын. Короче, GTA 3. Ойын банк тонаумен басталады. Клод басты кейіпкер өзінің қызы Каталинамен бірге сол банкты тонап жататын. Бірақ сорлы Каталина Клодты алдап оны атып кетеді. Енді біздің мақсатымыз сол Каталинаны өлтіру. Походу солай қызы, мен GTA 3 көп ойнаған жоқпын. Ең қызығы, Клод басты кейіпкер ойынның аяғына дейін сөйлемейді. Походу нема ойма бірдеңке ғой. GTA Vice City. Бұл бөлімде біз Томми Версети деген адаммен ойнаймыз. Ол договор үшін басқа қалаға келеді, бірақ сөйлесіп жатқанда оларға бандиттер кедергі жасайды. Томмидің екі досы өледі, тек Томми тірі қалады. Ол адвокатпен бірге қашып кетеді. Ол беру керек ақша басқа бір персонаждық екен, біз сол ақшаны қайтаруымыз керек. Бірақ соңында бәрі біз сол адамды өлтіреміз. GTA San Andreas. Бұл бөлімде біз гангстер CJ деген адаммен ойнаймыз. Еще ол афроамериканец. CJ Liberty City қаласында жүргенде оның анасын өлтіріп кетеді. Ол өз үйіне қайтып келуіне тура келеді. Ол жақта оның бандасы, оның братчикасы Свит, екі досы Райдер мен Биг Смок, олардың Гроу Стрит деген дәу бандасы бар. Короче, біз миссиялар орындаймыз, бандамызды қайта мықты қыламыз. Бірақ бір сәтте біз Райдер мен Биг Смоктың сатқын екенін білеміз, оларды өлтіріп тастаймыз. Солай ойын бітеді. Бұл шынымен кере бар білетін осы достар. Егер видео ұнаса, достар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайық. Тағы да қандай ойын жайлы айтып берейін, оны комментарийға жазып кетіңдер. Сау болыңдар.